Бұл UFC үшін сұмдық қорқыныш болды ғой, иә? Иә, Дейна мен Хантер не істерін білмей жатқан шығар. Шон, алдымен әлем чемпионы болғаныңмен құттықтаймын. Бұл жекпе-жек сен күткендей болды ма? Менің түсінуімше сенің жоспарың оны соққының астына алу болған сияқты. Тыңда, бұл жекпе-жектен кейін мен қатты соққы аламын деп ойладым, бірақ бәрі дұрыс болған сияқты, солай емес па? Жекпе-жектегі жоспарға келетін болсақ, біз негізі күресеміз деп ойладық. Бірақ тентек болсаң білгеніңді істейсің. Израиль бүгінгі жекпе-жекте өзін жоғалтып алған сияқты. Бұл шынымен де солай ма? Жоқ, әлде сенің жекпе-жек стилің оны өзгертті ма? Тыңда, мен мықтылардың бірімін деп ойлаймын өзімді. Жекпе-жекте кез келген сәтте нокаутқа түсіп қалуың әбден мүмкін. Бірақ мен керек болса бокстан әлем чемпионымен де спарринг өткізуге дайынмын. Сондықтан білмеймін, мен өзімді мықтымын деп санаймын. Оны нокаутқа түсірдім деп есептейсің ба өзіңді? Иә, мен саған былай айтайын, мен оның Келвинмен өткізген жекпе-жегін көрдім. Израиль маған айтты, сенің жағың Келвиндікіндей мықты емес, соққы көтере алмайсың. Төзімділігің бар шығар, бірақ жағың соққы көтере алмайды деп айтты. Оңбаған, мен Келвинмен өткізген соңғы спаррингте бапкерім Келвинді менен құтқарып алған. Сен төбелескен жігіттермен мен спарринг жасап жүрмін. Мен көп сөйлеймін, сондықтан адамдар мені төбелесе алмайды деп ойлайды. Бірінші раундтың соңында сен оны құлатқан кезде төреші тоқтатады деп ойладың ба? Жоқ, мен оны құлатқаннан кейін соққының астын алып жатқанда сондай бір ой келді негізі. Бірақ ол аяққа тұрып кетті. Ұмытпаңдар, менің соққым қатты бір жойқын емес. Бұны барлықтарың білесіңдер. Қарсыласымды нокаутқа түсіру үшін әлі дайындалу керек маған. Дананың айтуынша қарымта жекпе-жек керек сияқты. Қалай ойлайсың, бұған қарсы емессің ба? Тыңдаңдар онда. UFC-де сен қарсыласыңды өзің таңдай аламын деп ойлайсың ба? Осы уақытқа дейін UFC маған, Шон, сен кіммен төбелескің келеді, мынамен ба, жоқ мынамен ба деген таңдау менде болған емес. Сондықтан кез келгенін алып келіңдер. Нокаутпен ұйықтатамын, немесе өзім ұйықтап қаламын. Соңғы жылдары сен UFC орта салмағының белсенді жауынгері болып келе жатырсың. Ал қазір чемпион болдың. Енді осы белсенділікті азайтасың ба? Жоқ, керісінше маған қазір ақша табу керек. Hyundai акцентімнің дискісін ауыстыру керек маған. $16,000 тұратын Hyundai акцентке 20-шы диск салып жүрсем керемет. Тамаша емес пе? Жекпе-жектен кейін Израиль саған жақындап екеуің сөйлестіңдер. Не айтқандарыңды бізбен бөлісесің ба? Иә, қызық болды негізі. Ол маған жақындап келіп, сен менің итімді мазақтадың, күлдің деп маған ашуланды. Шын айтамын, мен ана жерде ештеңе түсінбей қалдым. Не болып жатыр? Біз шынымен де осыны айтып жатырмыз ба? Оның айтуынша итінің намысына тиген екенмін. Құрсын қой, Изи, кешір мені. Ол сенің жақсы досың болған шығар. Мойнындағы қарғыбау итінікі екен, бірақ ол өліп қалыпты. Солай ма? Сондықтан ол Джон Уиктің образына кірген. Білген жоқпын. Мен кезінде бір итті өлтіріп тастағам, сұмдық, иә? Қалай болғанын бізге айта кетесің ба? Жоқ, менің өткен өмірім бір түрлі, шынымен де бір түрлі. Бұл туралы ойламай-ақ қой. Жарайды, айта салайын, әйтпесе менің мазамды аларсыңдар. Бір күні жаныма бірнеше итімді алып серуенге шықтым. Біз серуендеп жүргенбіз, олар жанымда айналып жүгіріп жүрді. Бір кезде бір дәу ит, питбульға ұқсайды ғой деймін. Менің иттеріме атылды, менде тапаншам болған. Бум, атып тастадым. Сондықтан бұл негізі өз-өзімді қорғау болды. Бәрібір қайтесің, ит қой ол. Қоя сал, Изи. Жоқ, кешір, Изи. Сенің итің жақсы екеніне сенімдімін. Бәрі осылай басталады ғой негізі. Сендер канадалықтар әдейі істейсіңдер, қойсаңдаршы. Соңғы минуттарда сен Изиге айқайлап бір нәрселер айттың. Не дегеніңді айтасың ба? Мен оны Қытай деп атадым ғой деймін. Қане, Қытай, төбелесейік, не істеп тұрсың дедім. Ол шынымен де Қытай ғой. Бірақ ол нағыз аңыз адам, мықтылардың мықтысы. Мен оны мазақ қылғым келмейді. Бірақ кейде Қытайдың туын желбіретіп шығады. Көрдіңдер ғой. Бүгін мойнына Қытайдың гүлін тағып шығыпты. Сен не ойлайсың мына басыңмен, Сенің есімің енді UFC тарихындағы ең бір керемет апсет жасаған жауынгер ретінде есте қалатын болды. Спорттық мансабыңды аяқтасаң да адамдар сені айтатын болады. Бұл туралы не ойлайсың? Білмедім, бауырым, бұл спортты шынымды айтсам ұрғаным бар. Қалай айтсам болады енді? Мына белдікті маған бере ма негізі? Өзіммен бірге алып кете алам ба? Бұны қаншаға сатуға болады? Кім біледі? Араларыңда білетіндер бар ма? Машинамды жасатып алайын. 4-ші немесе 5-ші раундта егер нокаутпен жеңіліп қалмасам, жеңіс менікі деген ой болды ма?
Әлде сен бұны соңына қарай түсіндің ба? Иттің жүнін тауып алдым, Изи бәрібір келген екен мұнда. О қазір келіп, неге менің итімді мазақтайсың деп мені атып тастайтын шығар. Ай, сұмдық-ай. Сұраққа жауап беруім керек қой, кешір, мен басымнан соқ қалғам. Я, маған сөйлеуді үйретші. Қысқасы ол жақсы жігіт, керемет жекпе-жек болды. Жекпе-жекте барымды салдым, қолымнан келгенімді істедім. Көрдіңдер ғой өздерің бірінші раундта не болғанын. Басқа не қалайсыңдар менен? Айтпақшы, біз Google-ден іздеп көрдік, UFC-дің белдігі $1700 тұрады екен. Қойш, бар жоқ сол ма? Керек жоқ, өзімде қала берсін. Рахмет, бәрібір чемпиондық белдігіңіз құтты болсын. Күндеріңе сәттілік көпшілік. Керемет болды.